Темір жол еліміздің экономикасының күре тамыры. Бүгінде бұл салада 150 мыңға жуық халық еңбек етуде. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Эфирде Бақыттың кілті бағдарламасы. Біз бүгін Қызылорда облысындағы темір жолшылардың жұмысымен танысамыз. Мекеменің аумағы қызмет көрсететін анау Қараеткен деген станция бар, Жалағаш ауданында. Содан бастап мынау Түркістанға дейін 3101 шақырымға дейін 377 шақырымдағы жолды күтіп баптау ұстайды. Негізі мынау ағымдағы күтіп жолдың жағдайын жөндеуді осы біз атқарып отырық. Пойыздардың жолаушылар пойызының, жүк пойыздардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, соларды өткізу ең басты міндетіміз. Қазіргі таңда дистанцияда 487, демек 500-ге жуық, жарты мыңға жуық адам қызмет істеп жатыр. Дистанциямыз биылдың өзінде жақсы бір үлкен аумақты жұмыстар атқарып жатыр. Күрделі жөндеуден 45 километрді осы март айынан бастап қазіргі уақытта бітіріп, уже қабылдауға дайындап жатырық. Біздің дистанцияның ең құрметті осындай атағын алған ол жанұя Бадыраковтар. 89 жылы мен келгенімде жұмысқа, бұл кісінің Бадыраков Мырзахан деген кісі жол шебері болып, бізде бірінші телім деп аталынады. Солтүстік участке, сол жерде жол шебері болып қызмет атқарған. Бұл әулеттің тарихы бір-біріне әрқайсысы 40 жылға дейін ең көп жұмыс істеген еңбек өтілдері бар. 40 жылдан Мырзахан көкеміз, одан кейінгі Бостан ағамыз, Жалағашта начальник станция болды. Амангелді деген ағамыз құрмет темір жолшы атағын алды. Әрқайсының өзінің қосқан компанияның темір жолды өркендетуіне еңбектері өте зор. Біздегі қазіргі жұмыс істеп жатқан айтып өткен Майра, Саматтардың да өздерінің берілген тапсырмаларын сол әулеттің атына кір келтірмей жақсы жұмыс істеп көзге түсіп жүрген қызметкерлер. Ассалаумағалейкум. Жиналыстарыңыз бітті ме? Бітті. Сіздерді күтіп тұрмыз ғой. Бадырақ деген бар ма? Ассалаумағалейкум. Бадырақсыз ғой, алып жүрміз. Онда сізді іздеп келдік арнайы. Бақыттың кілті бағдарламасы хабар арнасындағы. Осы еңбек адамдарын дәріптейміз, сұхбаттасамыз, жұмысымен танысамыз. Сіз туралы ерекше жан деп естідік. Әулеттеріңіз 800 жыл еңбек еткен осы салада, иә? Солай ма? Онда жұмыспен танысайық. Қай жаққа барамыз бірінші? Танысайық. Бүгін Қарызекке баратырық жұмыс істеуге. Жақта металлический мост бар. Соған аппат жасаймыз деп мастер тапсырма берді. Сояққа шығып баратырық қазір. Осы арада тағы кім жұмыс істейді сізбен бірге? Бұл жерде менен үлкен тәтем жұмыс істейді. Сізді таныстырайын. Ал кеттік жүріңіз. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер. Саламатсыздар ма? Бақыттың кілті бағдарламасынан келіп тұр екен. Біздің әулетімізді іздеп династия. Тамаша. Осы тәтем осы жол дистанциясында екеуміз істейміз. Жақсы. Бадырақ атамыз Жосалының ар жағында кеме салған деген бізде станция бар. Сол жерде орыстар бастаған екен осы темір жолды. Сол кісі жолаушылап жүріп келе жатқанда түйеменен жаңағы орыстарды көріп, орыстар предлагать еткен екен, келіңіз бізге түйеменен шпал тасимыз, шебін тастарды тасимыз деп. Содан Бадырақ атамыз біздің сол жерге жұмысқа кіріп, негізін қалаған сол Бадырақ атамыз. Енді сол Бадырақ атамыздан екі ұл туады, Әуез, Әбілтай. Әуезден Мырзахан туады, сол Мырзаханның баласы мен. Сонда Бадырақ атаның шөбересі болып келем, мен 4-ші ұрпағымын. Ал
Әбілтай ағамнан туған балдардың барлығы дерлік осы темір жолда жұмыс жасап, жартысынан көбі қазір пенсияға шықты. Солай қалғандарымыз 30-ға жуық мүше қазір Ақтөбе бөлімшесінде, Нұрсұлтан бөлімшесінде, Жалағаш, Белкөл, осы Қызылорда жұмыс жасап жатырмыз. Мына жаңа біздің өндірістік базымыз. Жаңа конторға барып, телевойдан өтеміз да, осы жаққа келіп, мына қызмет көлігімізге мініп, жұмыс басына барамыз. Осы жерден инструменттерімізді тиеп аламыз. Қазір Құдай қаласа Қараөзекке барамыз. Сол жерден болттарын, кеткен замечениелерін істейміз. Бұл жерде көпір бар, иә? Ол жерде үлкен темір көпір бар, иә. Жақсы, ал кеттік онда. Ал. Мен де мініп алайын да. Жолдың үстіне сары желетсіз шығуға болмайды. Сондықтан да міндетті сары желет шығып жолға шығамыз. Жақсы. Қауіпсіздік қой бұл. Қауіпсіздік. Кеттік онда жүріңіздер, көлікке отырайық. Ал кеттік. Мына көлік туралы айтып өтсеңіз, бұл да сіздер үшін ыстық шығар енді. Қанша жылда еңбек етіп келесіз, осы көлікпен қалай жерге барған шығарсыз? Бұл көлік біздің екінші үйіміз десеңіз де болады. Осының ішінде тамақ ішеміз, осының ішінде жатамыз. Қонып қалатын кездеріміз болады, жұмыс акно болған кездерде үлкенізде. Сол әріптестеріміз бәріміз бір семья болып кеткенбіз осының ішінде. Қазір баратын жерімізден 3 шақырым? 30 шақырымдай болады осы жерден. Ол бір тарихи ерекше көпір дейді. Көп көпірге тоқталып жүрміз. Ол деген мемлекеттің қарауындағы үлкен Николайдың кезінде салынған көпір. Қараөзек деген не бар жаңа, дариядан бөліп ағылады былай қарай. Соның үстінде тұр ғой, пойыздар өтеді соны. Кәдімгідей охрандары бар екі жағында күзетіп тұрған военный жердің. Бір бригадада қанша адам болсыздар? Біздің осы бригадада 10 шақты адам бар. Оның жартысын кеше Ақтөбеге оқуға жібердік. Мен 1981 жылы Қармақшы районы, Қармақшы ауылында дүниеге келгем. Содан 1998 жылы осы мектепті бітіріп, Қызылорда агроколледжге түстік. Вагонный хозяйство болып. Оны 2001 жылы бітіріп, 2002 жылы февральда Қармақшыда бірінші рәзес Анакөл деген жерде дежурный станция кезекшісі болып жұмысқа тұрдым. Содан бері осы темір жолда келе жатырмыз деп. Ыстығы мен суығына төзіп, осымен нан тауып бала шағамызды асырап, одан колледжді бітіріп, Алматыда казатыгіні заочный бітірдік. Ол енді диплом сәйкес келмейді деп кеше Ақтөбеден осының оқуын дипломын тағалдық. Оқудан кенде емес екенсіз? Құдайға шүкір, иә. Бұйырған оқу жатыр. Иә. Темір жолға да оқу керек дейсіз. 3 диплом бар. Темір жолшылар үшін ең бастысы ол форма одежда. Бәрі қыбы болу керек. Анандай женси, анандай басқа киімдер киюге болмайды бұяқта. Сосын ауыр зат көтеретін болғасына бәтеңгіміздің басынадай темір қып істеп қойған, ана адам өміріне зиян тимес үшін, жарақат алмас үшін. Өйтіп босаған болттарын қатайтамыз, мостылардың. Лапшатый болт дейді. Аязға қарамайсыздар? Күннің суығына да, ыстығына да қарамаймыз. Военный, екінші военный темір жол.
Ondan әкемізден көргенбіз. Түн демейді, күн демейді жүре беретін. Бұл кезде жол нашар. Қазір шүкір жақсы бәрі. Ыстық күн қаншаға дейін барады Қызылордада жазда? Ыстық күн деген Қызылордада 60 градусқа шейін барады. Сол ыстықтарда жүреміз осы. Қыбы сол ыстықтан күн өтпеу үшін? Иә, қыбы сол үшін. Ыстық өткізбес үшін. Шетелде мына 40 градус ыстық болса жұмыс тоқтатады екен. Жұмыс тоқтатады, иә. Жерде қалай? Бізде жұмыс тоқтатпайды. Күн ыстық деп ондай. Бүгін жұмысқа шықпаймыз деген әңгіме болмайды. Біз тек қауіпсіздік, пойыздар аман-есен баратын жеріне бару керек. Қаншама халық тасып жатыр, жүк тасып жатыр. Әлемдегі ерекше сәулет ескерткіштерінің бірі Париждегі Эйфель мұнарасы екенін білеміз. Ол бірде-бір бұрандасыз, тек бекітпелер арқылы салынған деген мәлімет бар. Қазақстанда да соған парап-пар ерекше нысан бар. Ол Қызылорда облысындағы Қараөзек теміржол көпірі. Бұл көпірге қызмет көрсететін теміржолшылар 120 жыл бұрын патшалы Ресей кезінде, Николай патшаның кезінде салынған бұл нысанға теміржолшылардың да ықыласы мен көңілі ерекше. Қызылорда жол дистанциясында, дистанция шекарасында 329 жасанды құрылыс орналасқан. Оның 174-і темір бетон көпір, мынандай болады. 17-сі темір көпір, 136 құбыр, 2 жаяу жүргінші жол. Барлығы 329 көпірді жасанды құрылысқа біз күтіп ұстау жұмыстарын жасаймыз. Оның шекарамыз мына Қаракеткеннің 2726 шақырымнан басталып, Түркістан облысының қаласының кіреберісінде 3101 шақырымға дейін ұзартылған. Сол аралықта осы біздің Қызылорда жол дистанциясының жасанды құрылым блогы цехы жұмыс жасайды. Қазіргі таңда мына көзіңіз көріп тұрғандай Қараөзек көпірі 1900 жылдың басында басталып салынып, осы 1904 жылы пайдалануға берілген 120 жылға таяу тарихы бар көпір. Қазіргі көпірлерге салыстырғанда бұл көпірдің сапасы адамды қуантатындай. Өйткені сапасы өте мықты, бойында жаңа көргеніңіздей, бойында бір бұранда жоқ, таза құймадан жасалынған. Жалпы енді біздің мақсат осы көпірлердің күтіп ұстауы, көктемгі, күзгі дайындығы, көктемгі су тасқынына дайындығы, арнасын тазалау, үстін тазалау, сондай жұмыстар атқарамыз. Міне біз үшін бұндай жұмыс күнделікті істемегендіктен қиындау болып тұр. Қиындау болады. Компьютерде қалам істеп отырып үйреніп қалған. Сондықтан да әдіс тәсілін бірден игере қоймадық. Мамам боласыз, жеме-жемен. Hoppa. Oha. Бұл біздің Бадырақ әулетінің 5-тен 1 ғана бөлік мүшелері отыр осы жерде. Бізде 30-дан аста адам мүшелері осы Қазақстан темір жолының әр жерінде, әр мекемесінде жұмыс істейді. Етші, шетші, путеистер бар. Бір бауырымыз Нұрсұлтан қаласында, бір бауырымыз Ақтөбе қаласында, бір бауырымыз Алматы қаласында, қалғандарымыз осы жергілікті Қызылорда облысының аумағында жұмыс жасап жатырмыз. Және де айта кететініміз, Бадырақ атамыздың 5-ші поколениясы 3 шөбересі жақында 2 ай болды жұмысқа тұрып, қазір олар жол серік болып жолда жұмыста жүр. Ата-баба салып кеткен сара жолмен жалғастырып жатыр. Өткен ғасырдың басында Бадырақ ақсақал түйесін жетектеп бастаған темір жолшылар көші осылайша жаңа заманда сап түзеп тұр. Жас ұрпақта ата жолын жалғастыруға ынталы, өйткені Рамазанның арманы асқақ. Мен аталарым құсап темір жолшы болғым келеді.
Біз стратегиялық нысан болғандықтан алдымен тексеруден өттік. Бұл орталық Азия ғана емес, сонымен қатар ТМД кеңістігінде теңдесі жоқ Нұрлы жол вокзал кешені. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Эфирде Бақыттың кілті бағдарламасы. Бүгінгі кейіпкеріміз де осы нысанның тыныс тіршілігіне қатысты болмақ. Әділбек бауырым, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қамдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Бақыттың кілті бағдарламасында осы Нұрлы жол вокзал кешеніне арнайы келіп отыр. Өйткені осы алып нысанның тыныс тіршілігі бізге де қызықты. Біздің қызметіміз байқауымша вокзал бастығының кезекші көмекшісі екен. Bir жақ жаңылтпаш сияқты, дегенмен ол бір қызықты мамандық шығар. Осы вокзалдың бүкіл тыныс тіршілігіне жауаптысыз ғой. Иә. Қош келдіңіз біздің Нұрлы жол вокзал кешеніне. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл алып вокзал. Соған жараса өзіміздің қызметкерлеріміз бар. Бұл орталық зал бізде. Жалпы вокзал аумағы 110 мың шаршы метрді құрайды. О, керемет. 6 қабаттан тұрады. Бір жай вокзалдардан бір 10-20 болатын шығар бұл, ә? Біздің ескі вокзалымыздан 10 есе үлкен. 10 есе үлкен. 10 есе үлкен бұл вокзал. Және де біздің бір ерекшелігіміз, біздің платформа, яғни жолаушылар құрамы 3-ші қабатқа келіп тоқтайды. Керемет. Ал көріп тұрғаныңыз қазір 4-ші қабат. Арнайы күту залы, анықтама бюросы мұнда, кассалар орналасқан. Былайша айтқанда, пойыздар аспанға келіп ұшып тұр деп айтуға болады ғой. 3-ші қабат. Иә, 2 қабат, 3-ші қабаттың үстіне келіп тоқтайды. Керемет, қызықты екен. Әдеки осы вокзал ашылғаны бірнеше жыл болса да, халық, жолаушылар көбінесе мына екі жақтауын шатастыратын сияқты. Өйткені екеуі бір-біріне қатты ұқсайды. Соны шатастырмау үшін не істеу керек? Иә, екі жағы бірдей болып келген вокзалдың. Оны шатастырмау үшін әдейі жолаушылар үшін мынау сол жағы шеті К блок, оң жақ шеті М блок болып бөлінеді. Осыған мән берсеңіздер, шатаспайсыздар. Керемет екен. Бұл бізде анықтама бюросы. Кезекші Әйгерім деген қызымыз. Әйгерім, менің сізге сұрағым, жалпы сізге күніне орта есеппен қанша сұрақ қойылады? Яғни сұраққа сұрақ бола ма, қалай болады? Енді соны айтып кірсеңіз. Бізге шамамен күніне 200 жолаушылар, 200-ден астам жолаушылар сұрақ қойылады. Көбінесе қандай сұрақ басымдылы көп қойылады және қалай жауап бересіздер? Көбінесе қойылатын сұрақтар ол пойыздардың бар жоғы туралы ақпараттар, сосын билеттердің құны бойынша сұрақтар. Сұраққа дәл және сапалы жауап беруге тырысамыз. Шаршамайсыздар? Жоқ. Кейде бір сұрақ қайта-қайта қойыла берсе шаршамайсыздар ма? Күнделікті өмірге айналып кетті уже. Бізде мүмкіндігі шектеулі жандарға көтеріп түсіру механизмі қарастырылған, арбашалар қарастырылған. Және де біздің перронға тікелей жедел жәрдем осында кіруге мүмкіндігі бар. Тек қана жолаушылар құрамы қойылады мұнда. Жүк көліктер келмейді. Жүк көліктер келмейді. Бір мезетте 6 пойызды бірден қабылдай алады? Иә, біздің 6 жолымыз бар. Тиісінше 6 пойызды бірдей қабылдай алатын қауқарымыз бар. Әдекенді осы алып вокзал кешенінің техникалық мүмкіндіктерін тоқталып өтейікші. Бұнда қанша есік бар, қанша тесік бар, қанша эскалатор бар, қанша жаңағы жедел сатылар бар? Жалпы бағана айтып өткенде вокзал жалпы аумағы 110 мың шаршы метр. Осы 110 мың шаршы метрде осындай жедел сатымыз, эскалаторымыз 64, лифтіміз 27, және де вокзал аумағына жан жақтан кіруге мүмкіндік бар, 10 есігіміз бар. Сонымен қатар, мынау пандус деп айтады ғой, көпір. Осы көпірден де жолаушыларымызда келіп қалдырып кетуіне болады. Ыңғайлы орналасқан. Жалпы
Вокзал кешеніміз 35 000 адамға дейін қабылдай алады. Қазіргі таңда тәулігіне 6 000 7 000 жолаушыға қызмет көрсетіп жатырмыз. Бөке мынау көріп тұрғаныңыздай біздің вокзал кешеніміздің макеті. Онда бізде жалпы 1000 көлік сиятын көлік тұрағымыз бар. Оның ішінде 2 жабық көлік тұрағымыз, П1, П2 деген сыртқы 3 көлік тұрағымыз бар. Жалпы саны 1000 көлікті құрайды. Көріп отқаныңыздай, пандусымыз, пандусқа вокзалдың қала жақ беті, яғни алдынан немесе арт жағынан пандусқа көтерілуге мүмкіндік бар. Нұрлы жол вокзал кешені 2017 жылдың 1 маусымынан жұмыс істеп келеді. 5 жылдан астам уақытта 11 миллионнан астам жолаушыға қызмет көрсетті. Пандемия кезінде ауырған жұмысшыларымызға 100% ақысы, еңбек ақысы төленіп, мынау вокзал жабылған кезде, вообще мынау Қазақстан ішкі рейс болсын, сыртқы рейс болсын, бәрі тоқтатылған кезінде компанияның атынан әрбір жұмыскерге 50% ақысы төленіп отырды. Компанияның ол жағынан берері көп болды бізге. Бұл алып болғандықтан бізде бос орындар көп болды. Қазіргі уақытта мынау Ахмет Байтұрсынұлының көшесінің жағалай орналасқан жағында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Жаңа көлік алып сату рәсімдемесін орындайтын. Және де мынау Жұмекен Нәжімедин көшесінің бойлай орналасқан көші-қон миграция қызмет орталығы жұмыс істейді. Әсіресе шетелдіктер қазір көбейіп жатыр ғой. Ресейден келетіндер, басқа Орта Азиядан келетіндер соған арналған, иә? Соған арналған, иә, көші-қон. Осында кісілер көп болады. Қазіргі осы Ресейден алған азаматтар келген кезде орын таппайтындай. Ине шаншыр орын болған жоқ. Сонымен қатар сол шеттен келген қонақтардың көбеюіне байланысты сіздердегі қонақ үй кешендерде жан біткен шығар жұмысына? Иә, бізде осы вокзал кешенімізде 6-шы қабатында М блок жағында қонақ үйіміз бар. Қонақ үйіміздің ішінде бәрі дерлік толығымен толық болып кісі сыймайтындай. 5-ші қабатымызда біздің ерекше вокзал. Сондай 5-ші қабатымызда гимнастика, көркем гимнастика мектебі, кішкентай бүлдіршіндеріміз үшін мектебіміз бар. Сонымен қоса жаңағы 5-ші қабатта мейрамханаларымыз, 6-ші қабатымызда вокзал әкімшілігі, блок К жағымызда, М жағымызда жаңағы гостиница бар, қонақ үйлеріміз орналасқан. Жалпы қанша адам жұмыс істейді осы кешенде? Жалпы Нұрлы жол вокзал кешенде біздің филиал бойынша 300-ден астам қызметкер жұмыс істейді. Әдеке қазір өзі кітапты көруде бір сирек құбылыс болып кетті ғой. Мына кітаптарды көріп таңғалып тұрмыз. Бұл көрме ме, не үшін қойылған? Бұл кітаптар тұратын арнайы біздің сөреміз. Мұнда вокзал кешенінің қонақтары, жолаушыларына арналған кітаптар, яғни өзімен бірге алып кетуге, немесе осында күтіп отқан кезінде осымен уақытын өткізуге болады. Артық кітаптарыңыз болса, әкеліп қойсаңыздар, мүмкіндігіңіз бар қоятын. Тамаша. Вокзалда тағы мүмкіндік шектеулі жандарға қандай жағдайлар қарастырылған? Мүмкіндігі шектеулі жандарға бізде көріп отқаныңыздай, бағана айтып өткендей, тактильдік төсегіштер бүкіл аумақта орналасқан, және де мүмкіндігі шектеулі жандарға әр қабатта арнайы әжетханалар, мүмкіндігі шектеулі жандардың бөлмесі, уақытша ана мен бала бөлмесі. Сонымен қоса бізде мүмкіндігі шектеулі жандарға арнайы кассамыз жұмыс істейді. Бұл бізде диктордың бөлмесі. Көріп тұрғаныңыздай экранда біздің бағанаға айтып өткен 6 жолымыз камера арқылы көрінеді. Дикторымыздың есімі Динара. Тамаша, өте қуаныштымыз. Яғни саңқылдаған дауыстар бүкіл вокзалға естіліп тұратын осы жерден барлығы жүргізіледі екен ғой, иә? Тамаша. Бұл жерге кез келген адам кіре алмайды. Бұл жерге бөгде адамдар кіре алмайды, себебі диктордың жұмыс жасауына кедергі келтірмеу керек. Бұл жерде жұмыс пойыздарды қарсы алу, шығарып салу, күтіп алу. Сол уақыттарын біз қарап отырамыз. Бізге кезекші станциядан хабар беріледі. Алдын ала 10 минут бұрын бұл жерде біз экраннан перронға қарап көре аламыз. Ол жердегі аға кезекшімен және де терезеден
бізге көрініп тұрады, пойыз тоқталған кезде тоқтауын жазамыз. Одан кейін оны жолаушыларға хабарландырамыз. Келіп тоқтайтындығын және келіп тоқтағаннан кейін. Оны мына микрофон арқылы хабарлаймыз. Мына жерде мына нүкте бар, оны басамыз. Одан кейін екінші мына нүктені басқаннан кейін біздің алдымызда текст болады. Текст бойынша біз жолаушыларға қай пойыздың қай жолға тоқтайтын номерін, бағытын бәрін айтып хабарлаймыз. Біздің жұмысымыз тікелей перронмен, пойыздың тоқтауымен және біздің экранмен, бұл біздің кесте. Басқаға ой бөлінбеу керек. Әрине, басқаға ой бөлінбеу керек. Біздің әр уақытымыз, минутымыз есептеулі. Қате кетуге болмайды, мұқиятлықты және ұқыптылықты қажет етеді. Жақсы. Қазір мен бұл бір мәтінді оқиын, содан кейін сіз өз мәтініңізді оқысаңыз болады. Жақсы. Құрметті жолаушылар, вокзал кешеніндегі касса залдарында, күту залдарында, перрондарда және вокзал кешені маңындағы аймақтарда тазалық пен тәртіпті сақтаңыздар. Құрметті жолаушылар, дәл қазір Нұрлы жол вокзал кешенінде хабар арнасынан шығатын бақыттың кілті бағдарламасының түсірілімдері жүргізіліп жатыр. Бұл хабарды алдағы уақытта дүйсенбі күндері сағат 10-да хабар арнасынан көре аласыздар. Сапарларыңыз сәтті, жолдарыңыз әрқашан ашық болсын. Ізгі ниетпен Болат Көкенайұлы. Мен сол балалық шағым Маңғыстау облысы Ақтау қаласында өтті. Сол Ақтау қаласының 28-ші шағын ауданның 23-ші орта мектебінің түлегімін. 17-ші жылы осы вокзалдың ашылуымен тұспа-тұс менің бұйрығым шыққан. Қызметтік жолымды осы Нұрлы жол вокзал кешенінен бастадым. Вокзал кешенінің кезекшісі болып, одан 2 жыл жұмыс істеп, аумақ бойынша аға кезекші болдым. 2019 жылдың аяғында вокзал бастығының кезекші көмекшісі болып тағайындалдым. Жалпы осы Нұрлы жол вокзалы менің өмірім байланысты. Осында алғаш рет әке атандым. 2019 жылы басқарма төрағасынан алғыс хат алдым. 2022 жылы осы жылы республика теміржолшылар күніне арналған осы кәсібі бойынша үздік төс белгісінің иегерімін. Вокзал кешенінің жедел басқару орталығы. Бұл орталықтың басты мақсаты осы вокзал кешенінің жолаушылары мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл бейне бақылау жүйесі арқылы өрт сөндіру қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі арқылы. Одан қалсын бұнда жылумен қамтамасыз ету, таза ауамен қамтамасыз ету жабдықтар бар. Олардың бәрі автоматтандырылған. Өте жақсы, бүгін бірінші рет болдым осында, бірінші рет келдім, өте ұнады, құрметі жақсы кірдік, барлығы сұрап жатыр, қайда барасыңыз, ана жерге кіріңіз, мына жерден шығасыңыз, мынаумен көтеріліңіз деп. Қазір Астанадан Қызылордаға бара жатырмын. Қазір таңда ұнады, өте кең, әдемі дизайн, жаңа жастарша жасалған жаңа дизайнмен іздеген нәрсенің барлығын табасың, барлығы осы вокзалдың ішінде. Көрдім, ұнады барлығы.